Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайып берген Жадыра. Бүгінгі видеода топтық жарысқа арналған ойын түрінің жасау жолымен бөлісетін боламын. Егер де видео қызықтырса, соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті платформаның атауы Jeopardy Labs деп аталады. Бұл платформаға тіркелудің қажеті жоқ. Жай ғана кіресіздер, создать игру Jeopardy дегенді басасыздар. Яғни мына жердегі оң жақта көрініп тұрған ұяшықтардың біреуін таңдап, сол жерден балл жинау арқылы топтық жарысты ұйымдастыруға болады. Мінекей создать дегенді басамыз. Мында создать пароль деп тұр. Кез келген бір парольді жазып өзіңізге ыңғайлы начать строительство дегенді басамыз. Егер де осы секілді ойын түрлерінің жасалу жолымен танысқыларыңыз келсе, онда описание бөлімінде тұрған видеолардың сілтемесіне өтсеңіздер болады. Және де жасанды интеллект тақырыбына арналған видеолар да бар. Презентация жасалу жолын үйренгілеріңіз келсе, оған да арналған видеолар бар. Немесе с нуля үйренем десеңіздер, презентация 1.0 курсыма келсеңіздер болады. Сайтқа кірдік, парольді сохранить етеміз. Имя пользователь деген жерге аттарыңыз жаза кетіңіздер. Мен ұмытып кетіппін. Кейін бір өзгерістер жасау керек болса, керек болады. Регистрация сұрамағанмен осылай тіркелу жасайды екен. Enter title деген жерге пәннің атауын жаза кетемін. Enter category name деген жерге категория, мысалға тарих дейміз да, мысалға тарихтың сұрақтары болады сол жерде деген сияқты. Қазақ тілі, математика деген сияқты. Мен мысал ретінде бірінші тақырып және екінші тақырып деп жаза салайын. Енді сол жақ шетте 100, 200 деп 500-ге дейін сан тұр. Соны мен 10, 20, 30, 40, 50 деп өзгертейін, бір нөлдерін алып тастап. Яғни бірінші тақырып мысалы тарих пәні бойынша 10 балдық сұрақ, екінші тақырып мысалы қазақ тілі пәні бойынша мен 20 сұрақтық нені таңдаймын деген сияқты. Сонда таңдау жасау үшін ғой керегі. Мына жерде негізі 5 категория қойған. Мен оның екеуін ғана пайдаланып сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Енді мысалға қазір біреуіне кірейік. Бірінші тақырыптың 10 балдық сұрағын жазайық. Үстінен басамыз. 10 дегеннің question деген жерге сұрақты жазамыз. Correct деген жерге жауабын жазамыз. Мен сұрақтардың барлығын жасанды интеллект арқылы дайындап алғанмын. Жасанды интеллект арқылы қалай 1 минуттың ішінде сұрақ құрастырып алуға болады. Оны описание бөліміндегі видеоның сілтемесіне өтіп көрсеңіздер болады. Еще бұнда сұрақтың жауаптарымен бірге береді. Бірақ математика пәні бойынша жауаптардың дұрыс бұрыстығын анықтап алған дұрыс, өйткені кейбір жерінде қателіктер кетуі мүмкін. Одан бөлек жасанды интеллекттің мүмкіндіктері өте көп, әсіресе педагогтар үшін. Егер де осының барлығын үйренгіңіз келсе, описание бөліміндегі жасанды интеллект деген плейлисттің сілтемесіне өтсеңіздер болады. Мінекей бірінші сұрақты жаздым. Процессор компьютерде не істейді деген. Жауабы бізде Б жауабы. Осыны копировать етіп, correct деген жерге вставить етемін. Одан кейін continue дегенді басамын. Солай барлық ұяшықтың сұрағы мен жауаптарын жазып шығамын. Егер де мысалға сұрақтардан қателік кетсе немесе ол сұрағымыз басқа сұрақты жазу керек болса, онда өшіріп тастауға болады. Просто мышканы сол сұраққа қарай жақындатасыздар, сол кезде мінекей координаның суреті шығады. Соны басып өшіруге болады, немесе астында тұрған екі жаққа қараған стрелканы басып отыру арқылы осы екінші тақырып бойынша мысалға бағандағы сұрақтардың бәрін жылжытып тастауға болады. Оңға, солға дегенде. Немесе плюс батырмасын басу арқылы осы сұрақты просто 30 балдыққа, 20 балдыққа орын ауыстырам десеңіздер, осылай ауыстыруға болады. Енді жоғарыда оң жақтағы save and finish деген бар батырма. Соны басамыз. Осы жерде қанша топқа бөлу керек, соны сұрап тұр. Мысалы, мына жерде 3 teams деп тұр. Осының үстіне басаңыздар, топ жоқ деп тұр. 1, 2, 3, 4, немесе мысалы 10 адамды жарыстырып жатсыз, мысалға 5 адамды жарыстырып жатсыз, немесе 2 ғана топ, 3 ғана топ деген сияқты. Соны белгілеп кету керек. Қазір енді 2 топ деп белгілейік. 2 teams дегенді басамыз, одан кейін start дегенді басамыз, солай бізде ойын басталып кетеді. Осы ойынды қайта-қайта жасап отырмау үшін жоғарыдағы сілтемені просто көшіріп алып, бір Word документке сақтап қойғандарыңыз дұрыс та, кейін сол сілтемені копировать етіп интернетке вставить етесіздер де, ойынды просто ашып бірден ойната бересіздер. Өздеріңізге жеңіл болады.
мінекей екі тақырып бойынша біздің 10 ұяшығымыз балымен көрсетіліп дайын тұр. Мысалға бірінші топ мысалға екінші тақырыптың 30 балдық ұяшығын таңдаймын дейді. Сол кезде осы сұрақ ашылады. Интернет не істеуге мүмкіндік береді дейді. Олар жауап береді. Жауапты тексеру үшін жоғарыдағы Space Bar дұрыс оқыдым ба? Осы батырманы басамыз, сол кезде астына бізге жауабы шығады. Егер де дұрыс болса, мысалға бірінші неге топқа плюс дегенде басамыз. Мына жерде тим 2 деп тұр, екінші топ тек, тим 1 дегенге бірінші топ тек. Одан кейін қай топ дұрыс жауап берді? Сол топтың тұсына барамыз да плюс деген батырманы басамыз, сол кезде жаңағы 30 балл берілетін болады. Одан кейін ESC батырмасын басамыз, немесе жоғарыдағы кнопканы басамыз. Мінекей сол кезде бізге 30 саны мінекей прозрачный болып кетеді. Яғни уже үстіне бассаңыз қайтадан ашылады, бірақ енді уже бұл сұраққа жауап берілді деген сөз ғой, бір сөзбен айтқанда. Одан кейінгі топ барады. Мен бірінші тақырып бойынша мына балдық, мысалға 50 балдық сұраққа жауап бергім келеді дейді. Ол сосын мінекей сұрақ шығады, Space бар дегенді басамыз, жауабын тексереміз. Дұрыс болса, мысалға бірінші топқа жаңа плюс дегенді басамыз, сол кезде 50 деген балл беріледі. Мінекей осылай 2 топты, 3 топты, немесе 5 адамды, 10 адамды осылай жарыстыруға болады. Өте қызықты ойын, жасап көрсеңіздер болады. Құрметті көрермен, егер де менің дәл осы видеом сіздерге өз пайдасын тигізген болса, онда міндетті түрде лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Әріптестеріңізбен бөлісіп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.